Баршаңызға сәлем. Мен бүгін морковный пирогтың дайындалу әдісін сіздермен бөліспекшімін. Бізге керек бір жұмыртқа, бір кесе қант. Біз оны жақсылап араластырып аламыз миксермен. Дайын болған сұйықтығымызға 100 грамм сұйық май құямыз. 100 грамм сүт құямыз. Жарты қасық сода саламыз. Жарты шай қасық разрыхлитель саламыз. Миксермен жақсылап араластырып шығамыз. Дайын болған сұйықтықтың үстіне теркадан өткізілген сәбізді салып араластырамыз. Сәбіз салған сұйықтығымыз осылай болды. Енді ол сұйықтың үстіне 2 стаканымыз салып миксермен араластырамыз. Массамыз осылай әдемі, түсі де, иісі де керемет болып шықты. Дайын болған массамызды пісіретін ыдысымызға салып аламыз. Дайын болған пирогымызды печкеге 170-180 градуста пісіріп шығарамыз. Керемет дәмді біздің пирогымыз пісіп шықты. Қазіргі хит пирог десем де болады. Дәмі өте тіл үйрет. Тіске басар пирогымыз осылай әдемі шықты. Пирогымызды сәндеуге кірісеміз. Мен осылай сәндедім. Сіздер де өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндеулеріңізге болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте нәзік, жұмсақ пирог болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін осындай пирогтар дайындап көрулеріңізге. Егер де менің каналым ұнап жатса, мені жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп лайк басып, қоңырау шанын шалып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.